үй жағдайында өте дәмді пряники дайындаймыз. Ең алдымен жұмыртқамызға секер салып, жақсылап әппақ болғанша араластырып, үстіне сұйық май құйып, айран құйып, тағы да араластырып, содамызды салып, содан кейін ұнымызды біртіндеп сала отырып, қамыр илейміз жұмсақ. Қамырымызды 10 минутқа тындырып қоямыз. 10 минуттан кейін қамырды теңдей 2 бөлікке бөліп, аздап ұн сеуіп, қамырымызды жайып оқтаумен дөңгелек формаларға келтіреміз. Енді 180 градуста алдын ала қызған пеште 15 минут шамасында пісіріп аламыз. Жұмыртқамыздың ағына секер ұнтағын салып араластырып миксермен, содан кейін пряникиміздің беттеріне жағып 5-6 минут кептіріп аламыз. Енді қалған глазурымыздың үстіне пряникилерімізді осылай үстіне салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді тағы да пешімізге салып, 5 минуттай кептіріп аламыз. Глазурымыз тез кебу үшін. Осымен пряникиміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Ас болсын.